Баршаңызға сәлем, мен сіздерге үй жағдайында жөтелді қалай емдеу керектігін айтатын боламын. Жөтелдің құрғақ, көк және аллергиялық түрлері болса, оны емдеудің тәсілі көп. Емханаға барып, екпе салдырудан бұрын үй жағдайында да емдеп жазуға болады. Балалардың жөтелі мен қақырғын жібітуге арналған 5 әдісін айтатын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бірінші әдісіміз сүт пен бал. Қатты ысымаған сүтке бал қосып ішу жұтқыншақты жұмсартып, жағымды әсер береді. Мұны мүмкіндігінше ұйықтар алдында ішкен дұрыс. Сонда тамақ жыбырлағаны азайтып, тыныш демалуға мүмкіндік береді. Ол үшін бір кесе немесе бір стакан сүтке 1-2 қасық бал, сосын саусақ ұшымен кішкене ас содасын қосу қажет. Мұны түсте және кешке қабылдау жөн. Қақырықты түсіріп, организмдегі зиянды заттарды сыртқа шығуына әсер етеді. Екінші әдісіміз көкөністі қолдану. Жөтелді қойдырудың тағы бір әдісі көкөністерді пайдалану. Ол үшін бір картоп, бір алма және бір пиязды суға салып қайнату қажет. Бұл ретте картоп пен алманы сол күйінде, ал пиязды ашып салған дұрыс. Сонымен қатар отты баяу қоюды да ескерген жөн. 2 мәрте қайнатып, су біраз тартылғаннан соң оттан аласыз. Дайын болған сұйықтықтан күніне 1 шай қасықтан 3-4 реттен оттап отырасыз. Жөтелді қойдырады. Үшінші әдісіміз құйрық май. Құйрық майды бәріміз қолданып жүреміз. Құйрық майдың пайдасы өте жақсы. Қойдың құйрық майын ертіп пайдалану жөтелге дауа. Ол үшін құйрық майды ысытып, онымен алды, арқа және 2 табанды сылап шығу керек. Сыланған соң барынша қалың оранып жатқаны дұрыс. Жылы күйінде майдан 1 қасық оттау да жөтелді кетіруді жылдамдатады. Біраздан соң денеңіз жібіп, терлей бастайсыз. Себебі құйрық май ішке барған соң қалқаны жібітіп, жанды қинаған жөтел қақырыққа айналады. Төртінші әдісіміз бумен емдеу. Көбінесе аяқтан суық өткен кезде аяғымызды булап жатамыз. Ал біз есе буды ингаляция ретінде қолданамыз. Жөтел енді басталып келе жатқан кезде дәрігерлер ингаляция жасауды ұсынады. Егер мұндай аппарат болмаған жағдайда, қолда бар заттарды да кәдеге жаратуға болады. Мәселен, ас үй ыдысына тостаған не шұңғыл тәрелке, ыстық су құйып, соған қарай еңкейтіп, басыңызды сүлгімен қаптап алу керек. Бірнеше рет бумен демалу жөтелді босандырады. Егер сізде ингаляция аппараты болатын болса, бұл процесс жеңіл өтуде. Бесінші әдісіміз барлығымыздың үйімізде табылатын ірі қара бұрыш. Кәдімгі ұсақ емес ірі домалақ пішінді қара бұрыштар жөтелді қойдыруға таптамас ем. Оның 2-3 данасын ауызға салып шайнау керек. Егер 3 күн қатарынан үзбей, күн сайын 1 мертеден қолдансаңыз, жөтеліңіз қайта бастайды. Қара бұрыш кеңірдекті емдеп, тыныс жолдарын ашып жөтелуге мәжбүр етіп тұрған бактерияларды жояды. Сондай-ақ қара бұрышты қайнаған сүтке араластырып ішуге де болады. Менің 5 пайдалы кеңесім сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Каналыма өтіп, басқа да пайдалы кеңестерімді біліп алыңыздар.